айтқан дертіме сенуге бола ма баланың айтқан сертіне? Ғаламтордың торына түскен баламыз қаншама. Тіпті кішкентай бүлдіршінді жұбату үшін смартфон пайдаланатын жандар да бар. Осы бойынша тілшіміз Жантөре тарқатады. Көше кезіп топ қуатын жастарды кездестіру қиын. Түсінуге болады. Бала ойнайтын алланың сиқы мынау. Дегенмен еңкейген қариядан еңбектеген сәбидің телефонға телміріп отырғаны жастың емес. Мәселен, мына бала. Не істеп отырсың? Біреудің ойнағанын көріп отырмын. Сіз ше? Мен біреудің тамақ пісіріп отырғанын көріп отырмын. Өзгенің өміріне қызықтап отырғанша өзіміздің өміріміз өтіп жатқанын ұмытпайық. Сіз смартфонға емес, смартфон сізге қызмет етсін. Арман Ермахан, Нұрсая әкесінің қызы, Жантөре мамасының ұлы, арнайы бала Нұс үшін. Виртуалды әлемнен шығып, жан-жағымыздағы әдемілікке көз жүгіртейік. Бұл мен Нұрсая әкесінің қызы Баланұс. Келесі кездескенше.